Келесі бізде 523 есеп теңдеуді шешіңдер делінген. Енді есептің шартына берілгеніне қарап көрсеңіздер, бұл жерде көбейтіндінің мәні 0-ге тең болып тұр. Яғни көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болуы керек деген сөз. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіріп көрейікші. -19,6 0-ге тең емес, яғни мына жерде жақшаның ішіндегі көбейткіштер мәні 0-ге тең болуы керек. Яғни 4,5х қосылған 3,6 0-ге тең болуы керек. Енді осы теңдеуді шығарамыз. 4,5х тең плюс 3,6 еді, қарама-қарсы теңдіктің оң жағына минус 3,6 болып өтеді. Яғни қарама-қарсыланғанмен тең болады. Х-ті табу үшін минус 3,6-ны 4,5-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады, минус 0,8. Екіншісінде дәл осындай жолмен шығарамыз. Минус 13,3 0-ге тең емес. Жақшаның іші 0-ге тең болу керек. Х қосылған 16,8 0-ге тең болу керек. Сонда 1,2х тең теңдіктің қарама-қарсыланғанмен өтеді. 16,8. Х-ті табу үшін минус 16,8-ді 1,2-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні бізде теріс сан шығады. Келесі, үшіншісі. Бұл жерде де дәл солай. Минус 32,7 0-ге тең емес. Жақшаның ішіндегі өрнек 0,1х қосылған 6,3 0-ге тең болу керек. Сонда 0,1х-іміз тең болады. 6,3 еді, қарама-қарсыланғанмен өтеді. Х-ті табу үшін минус 6,3-ті 0,1-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. Келесі төртіншісі. Минус 15,13 1 0-ге тең емес. Жақшаның ішіндегі өрнек 1,9х қосылған 5,7 тең болады 0-ге. 1,9х тең болады плюс 5,7 еді, минус 5,7 болып өтеді. Сонда х тең минус 5,7-ні 1,9-ға бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады.